Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, Ермек Албан, қазақтың биі. Бүгін 2024 жыл 23 қазан Алматы қаласы. Маған Қазақстанның азаматы Тельман деген бауырымыз келіп отыр. Азербайжан ұлтынан 5 баласы бар, өз Талғар қаласында тұрады. Жағдайы 21 наурыз 2022 жылы үйінен шыққан кезде танысы Дамир деген азамат, патрульный службаның азаматы тоқтатып, осылай ішіп ағасын, чегіп ағасын деп тоқтатады. Ол жерде Тельман бауырымыз өзінің ішпегенін, чекпегенін айтып, және де өзі жаңағы экспертизаға баруын сұранады. Одан кейін сол патрульныйдың машинесіне отырып, жарты сағаттай отырады. Сол кезде патрульында отырған Дамир деген бауырымыз Тельманға бутылкадағы 1,5 литрлік ішілген суын береді. Сол жерде жаңағы осыны іше бер, бәрі таза деп. Арт шетінде магазин тұрады, магазинге барайын десе бармай қойдып, сөйтіп жаңағы өзінің патрульында тұрған суын береді. Сол жерде ішіп отқан кезде телефонын тартып алып, жаңағы бардачокқа сақ қояды. Содан жарты сағаттай біреумен переписка жасап отырады да, сөйтіп патрульный машинеден Тельманның мемлекеттік жұмыс жасап жүрген машинесіне отырады да, сол неге барады? Наркодиспансерге барады. Ол жерге наркодиспансерге Тельман бауырымыздың өзі ішпегенін, чекпегенін айтып барып, дәлелдеу үшін өзі наркодиспансерге барамыз деп өзі ұсыныс береді. Правильно же? Правильно. Да. Содан кейін сол наркодиспансерге барған кезде ол жерде Талғардың наркодиспансерінде врач еркек отырады, және де бір қыз врач отырады. Ол жерде удостоверениесін көрсетіп, жаңағы экспертиза өткізуін сұранады. Сөйтеді да, ол кісілер баночкасын бергеннен кейін уборныйға барып, сол жерге анализін беріп, жаңағы патрульный Дамирге сол несін береді, баночкасын береді. Сөйтеді да, өз қолын жуып, сүртіп келгенше бір 2-4 минуттай өтеді. Келген кезде жаңағы врачтардың алдында бір құжат тұрады. Сол құжатты қолын қой деп айтады. Тельман білмегеннен кейін қол қой деген жеріне қолын қойып береді. Сол жерде сол патрульный көрсетеді. Мына жерде экспертиза сен положительный деп, жаңағы наркотический вещество денеңде бар деген сондай экспертизасын несін көрсетеді. Положительный жаңағы несін экспертизасын. Ол жерде Тельман сол жерде айғай шығарады. Мен қалай, мен ішпедім де, чекпедім де, ол мүмкін емес, мен 100% гарантия берем, өстіп, мен ешқандай чеккен де жоқпын, мен ондай чекпеймін де, ішпеймін де деп айтады. Оған жаңағы жердегі врачтар айтады, бұл жерде кальян, әйтпесе электронный сигарет чексеңіз, осындай кішкентай мили ғана көрсетеді деп сол жерде айтады. Ол кезде жаңағы нені жасаған экспертизасын кім алып шығып кетеді? Патрульный, Дамир деген патрульный алып шығып кетеді. Ол жерде ешқандай, мен эксперттерден сұрадым, онда экспертиза жасау үшін көзінше опечатать етіп, жаңағы анализді көзінше экспертиза жасап, фото-видео съемка болу керек. Ондай фото-видео ештеңке болмаған. Сол 3-4 минут қолын сүртіп келгенше жаңағы жерде экспертизасын чегіп алды деп шығарып қойған. Сөйткенде жаңағы экспертизасымен шығып кетеді. Жаңағы врачтарға айтады, мен жаңағы міне қалтасынан шығарып электронный сигаретіне тартқам дейді. Осы электронный сигареттен кішкентай осындай көрсетеді деп айтады. Ана барып, немен гаишниктермен барып сөйлестік. Сол жүгіріп шығып, жаңа Дамир деген гаишникті қуып жетеді да, осылай мен мына электронный сигареттен көрсетіп тұрған анализ, оны врачтардың өзі подтверждать етіп айтып тұр дейді. Содан жаңағы Дамир деген жүр машинеге отыр дейді да, жаңағы мемлекеттік айдап жүрген машинесіне отырып, ештеңке айтпай, жаңағы штраф стоянкаға келеді да, штраф стоянкадан машинесін қояды, машинесін қойып, удостоверениесін береді да, техпаспортын беріп, кілттерін бәрін алып қалады сол жерде. Сөйтеді да, жаңа Дамир деген сотрудник полиции Талғар қаласынан кімді Тельманды үйіне жібереді да, үйіне бара бер, мен жаңа артынан қуып жетем дейді. Өзің бара бер, мен өзім хабарласам дейді. Сөйтеді да, солай жібереді. Дұрыс қой айтып отқан? Дұрыс. Содан кейін Тельман үйіне келеді. Келгеннен кейін жұмыс жасап жүрген жерінен бастығы хабарласады да, сізді жаңағы Атырау облысына сол жаққа сопровождение ретінде водительмен барып келіңіз деп жаңағы жібереді. Енді жұмысы болғаннан кейін сол жерде жаңағы дальныйге грузовой машинеге отырып, сол ол жерде бір жетте уақыт кетеді дейді барып келуіне. Сөйтіп ол жаққа кетеді. Сол бір 5 күннен кейін Тельманға участковый хабарласады, қайда жүрсіз деп.
ол жерде Тельман айтады, мен осындай жерде жүрмін, Атырау неде, мен жұмыс біткеннен кейін мүмкін бір 10 шақты күнде келетін шығармын деп сол жерде айтады. Ол менің күнәм емес, мен енді мына жұмыс бабымен осы жерде жүрмін деп. Сөйтеді да, одан кейін бір жеттен кейін жаңа Дамир деген жігіт хабарласады, ұстаған патрульный. Ол патрульныйға айтады, мен біткеннен кейін келем деп. Сол кезде жаңа Дамир деген патрульный айтқан, сіз келгеннен кейін сразу штрафстоянкаға келіңіз. Дұрыс қой? Штрафстоянка келгеннен кейін праваңды да сөйде машинаңды алып кетесің дейді. Дұрыс қой? Дұрыс. Сөйтеді да жаңағы 24 март, 21 мартта Наурызда кетеді, 23 апрельде 23 апрельде келеді. Неге? Сол Талғар қаласына келіп, келе салысымен сол штрафстоянкаға барады да, охранниктерден мен осындай Тельманмын, осындай жаңа машинаны алып кетуім деп керек дейді. Сол кезде жаңағы охрананың кісісі шығып кетеді да, бірнеше минуттан кейін жаңа сотрудник полиция кіреді, киімімен және де гражданскиймен қасында бір кісі кіреді. Сөйтеді да, бұл кісіден Тельмансың ба деп сұрайды. Дұрыс қой? Дұрыс. Иә, Тельмансың ба деп сұраған кезде иә дегеннен кейін жаңа сотрудник полиция Тельманның ішінен ұрады да, бұны бүктеп қолына наручник салады. Дұрыс қой? Салды. Иә, наручник салады да, содан екеуісі сол патрульный машинеге отырғызады. Сөйтеді да, бұны Талғар қаласының сотына алып келеді. Талғар қаласының сотында приемный жаңа несі бар, сол приемныйына келген кезде секретарьға хабарласады, мен осындай соттың ісімен осындай адамды алып келдік деп. Сөйтеді да, сол жерде мына расписканы жаздыртады, жаңа сотрудник полиции. Бұл жерде жазылып тұр, 24 марта я уехал по работе в город Махамбет Атырауской области, перегруз фур, приехал 23.04 в Алматы дейді. И сразу связался с сотрудником дейді. Соны жаңа аналар диктовкамен жазыртады. Сөйтеді да, ол жерде сен сол жаққа кетіп қалғаныңа вину свою признаешь дейді. Ол айтады, да, я признаю то, что уехал и приехал деген кезде мына жерге жазыртады, вину свою признаю полностью деп жаз дейді. Сөйтеді да, по диктовку жаңа жазыртады. Бұл жерде Тельманның не адвокат болмаған, не юристер болмаған, ешкіммен сөйлесе алмаған, телефонын өздері тартып алады. Тартып алады да, бұл шоковый состояниеде, бұндай ситуацияға бірінші рет түсіп тұрғаннан кейін не үндей алмайды, ештеңе айта алмайды, сол сотрудник полицияның айтқанын бәрін істеп жүреді. Сөйтеді да, сотрудник полицияның жаңағы машинесіне отырады, алдында патрульный отырады, жаңағы киімімен, артында гражданский кісі отырады, алдында бұл отырады да, Тельман отырады. Сөйтіп жаңағы телефонын полицияның сотруднигі өзінің телефонымен онлайн сотқа кіреді. Онлайн сотта ол жерде судьяны көреді, 3 адамды көреді, және де бір еркекті көреді. Мына жерде жазылып тұр, ол жерде жаңа прокурор и жаңа секретарь болған. Сөйтеді да, бұл кісінің не адвокаты да болмаған, ешкімге бермеген, ешкімге жаңағы қол қойған жоқсың осы жерде. Тура сондай жағдай болғаннан кейін бұл жерде 5-10 минуттай жаңағы процесс болады. Ол жерде бұл кінәлі емес екенін айтады, ол жерде ешқандай чекпегенін айтады. Сонда жаңағы бір 5-10 минуттың ішінде сот жақсы дейді да, сонымен біткеннен кейін телефонды өшіріп, сразу КПЗ-ға апарып 15 күнге отырғызып тастайды. 15 күннен кейін жаңа Тельман шыға салысымен сағат 5-те шығады. 16-шы күні жаңағы адвокаттармен жалдап, адвокаттармен жаңа сотқа протест жазады, бірақ оны айтады, сіз уже уақытыңыздың бәрін өткізіп алдыңыз дейді. Сөйтіп жаңа Тельман осы күнге шейін жаңағы мына 2 жыл өтті, правасыз жүр. Осытып жаңағы бізге келгеннен кейін мен өзім сол Талғар қаласының наркодиспансеріне барып, ол жерде мен өтініш білдіріп, жаңағы несін алдым, бұлардың жаңағы экспертизасының несін алдым, копиясын алдым. Ол жерде кішкене ғана мили нелері жазылған, сонан кейін положительный ғана деп жазған, болды, бітті. Ешқандай видео, фото ол жерде жоқ. Экспертиза жаңағы ешқандай фото, видеосы өткен. Сонымен қоса постановлениесін, ешқандай соттың постановлениесі шықпай жатып, апарып 15 күнге отырғызып тастаған. Бұл жерде көптеген дұрыс емес әрекеттер бар. Соңғы жаңағы мен соттан барып өзім жазып, по доверенности, доверенность бар неден, Тельманнан. Сол доверенностьпен барып соттан шешімін сұраған кезде, ол жаңағы сотта болып жатқан жаңағы болған бүткіл постановлениелердің бәрі жоғалып кетті. Астанаға шейін шулатып, осы жерде адамдармен жан-жаққа хабарласқаннан кейін ғана сол іс сонан кейін барып табылды. Табылған кезде ешқандай соттан фото, видео, аудио, ешқандай несі жазбалары жоқ. Сөйтіп осы істі қазір мынаны юристер жалдап, енді біз мына келешектен бастап осы іспен айланысып өткіземіз. Мына Тельман бауырымыздың 5 баласы бар, жалғыз күнін көріп отқан, сол правамен
осы дальнобойщик болып жұмыс жасап 5 баласын 6 адамды үйінде бағып отқан өзінің жұмысын нанын тауып жүрген азамат. Мына жерде өкімет саласының азаматтары өте дұрыс емес әрекет жасап отыр. Және де бұның соттың судья бұл жерде Баймакулов деген судья болған. Ол Баймакулов осы ана жылдары 2023 жыл ғой деймін, осы 2024-те ма бұл азамат Талғардың 3 судьясы ма сол жерде жұмыстан кеткен, сол жерде осы Баймакулов деген судья болған. Сол кісінің шешімі. Сонда енді біз мына Верховный сотқа өтініш білдіріп отырмыз, Ген прокуратураға, және де мына осы келесі ретте біз Талғар қаласына сотқа осына Павлов открытым обстоятельством деп мына сотты іске жібереміз. Өздеріңіз контрольда ұстап отырсаңыздар, мына Қазақстан мемлекетінің азаматы, баласын бағып жүрген азаматтың 7 жылға правасын жаңа решениеге жіберген. Онымен біз мына істеп отқан істеріне наразымыз, және де өкімет саласының азаматтарын осы іске атсалысып, бауырымыздың правасын қайтарып беруге өтініш білдіреміз. Рахмет. Сәлемен Ермек Албан, Тельман, бәрін, менің айтқаным бәрін қолдайсың ғой, бәрі. Сенің сөзіңнен бәрі айтылып отыр. Өзі видео жаңа алдында видео түсіргенбіз, ол жерде енді ұзақ болып кетті. Мына жан жаққа тарату үшін осы Тельманның рұқсатымен осы видеоны түсіріп отырмыз. Жан жаққа жаңағы өкімет саласының азаматтарына әлеуметтік желілерге мына видеоны шығаратын боламын. Сәлеммен Ермек Албан. Біз сотты ары қаратай жаңа шешімдердің бәрін осы видеода көрсетіп айтып отыратын боламыз. Рахмет.